Арсенова Гүлназ Жомартқызы 1986 жылы Атырау облысы Исатай ауданы Аққыстау селосында дүниеге келдім. 2003 жылы сол Аққыстау селосында Абай атындағы орта мектепті аяқтап, Алматы қаласындағы Республикалық медицина колледжіне оқуға түстім. Жалпы фельдшер мамандығын бітіріп, 2006-2007 жылдары Атырау облысындағы Исатай ауданы Аққыстау селосында медбике болып қызмет атқардым. Одан кейін 2007 жылы Ақтөбе қаласына Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің жалпы медицина факультетін бітіріп, одан әрмен акушерия және гинекология мамандығы бойынша резидентураны оқып, 2017 жылдан бастап осы Атырау қалалық перзентханасында қызмет жасадамын. Қазір Атырау қалалық перзентханасында босану бөлімінің меңгерушісі болып қызмет атқарудамын. Оған дейін осы босануға дейінгі бөлімнің және босану бөлімінің меңгерушісі болып атқардым. Қазіргі таңда босану залының меңгерушісімін. Жалпы осы медицинаға түсу себебім әкем мен анамның айтуымен, яғни анамның жолын қуып, анамды осы Аққыстау селосында акушер болып жұмыс атқарды, қазір зейнетте. Сол кісілердің қолдауымен осы медицинаға келдім. Әрі қарай осы жоғарғы бөлімді алып, дәрігер болып қазір қызмет атқарып жатырмын. Осы қалалық перзентханаға келген кезде көптеген тәжірибелермен алмасып, әртүрлі дағдылар үйреніп, 2022 жылы Израиль мемлекетіне барып, о жақта тәжірибе алмасу мақсатында 2 апталық білімімізді одан әрі шыңдап, 2 апта тәжірибе алмасып қайттық. Жалпы босану залында 2 дәрігер акушер-гинеколог, 6 акушерка, 4 орта кіші буын қызметкерлері қызмет атқарады. Жалпы осы акушерлердің бәрі білімдері жоғары, тәжірибелі акушерлер болып саналады. Осы дүниеге дені сау ұрпақ әкелу мақсатында өз үлестерін қосып жүрген, дені сау ұрпақ әкелуге себептерін қосып жүрген акушерлер болып табылады. Жалпы осы қалалық перзентханасында күніне шамамен алсақ, 15-20 босануға дейін болады. Оның ішінде кесіртілігімен босану, жоспарлы кесіртілігі, немесе шұғыл кесіртілігі операциялар болып жатады. Оның бәрі осы күнделікті өмірде шұғыл кесіртілігі жедел бала жолдасының ажырауына байланысты, немесе ұрықтың теріс орналасуына байланысты шұғыл кесіртілігі операциялары болып жатады. Жоспарлы кесіртілігі ол алдын ала дайындалып, яғни арнайы емханалардың жолдауы бойынша келеді. Яғни жатырда тыртығы бар әйелдер, немесе басқа да қосымша ақауы бар әйелдер, оларды жоспарлы кесіртілігімен босандырамыз. Жалпы болашаққа деген жоспарымыз осы Қазақстан халқына, оның ішінде осы Атырау өңіріне, әйелдің денсаулықтарына, осы өмірге дені сау ұрпақ әкелуіне бірден-бір себебіміз тиіп, оларға көмек қолымыз тиіп жатса, соның өзі бізге, яғни дәреже болып есептеледі. Болашақ ұрпақ, болашақ біздің өміріміз осы дені сау ұрпақ әкелу мақсатында көптеген талмай еңбек етудеміз. Білімімізді одан әрі шыңдап, ары қарай оқып, жетілу, жалпы болашақта ойымызда бар.